Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді браунидың рецептімен бөлісетін боламын. Керекті заттардың барлығын видеоның астына көрсетемін. Алдымен шоколадымызды бөліктерге бөліп, ыдысқа саламыз. Микроволновкада немесе водяная баняда ерітеміз. Микроволновкада ерітетін болсақ, 30 секунд сайын ашып, қайта-қайта араластырып отыруымыз қажет. Мінекей біздің шоколадымыз еріп дайын болды. Енді басқа ыдысымызға жұмыртқаны саламыз. 3 жұмыртқаны. Одан кейін венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін ерітілген шоколадтың үстіне майды қосып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Одан кейін жұмыртқаны қосып, біркелкі болғанша араластырамыз. Одан кейін ұн, какао және сахарная пудраны салып, тағы біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Осымен біздің қамырымыз дайын. Енді форманың астына пергамент төсеп аламыз. Одан кейін қамырымызды құямыз. Біркелкі етіп тегістеп шығамыз. Алдын ала 170 градус қызып тұрған пешке 30 минутқа салып аламыз. Мінекей біздің брауни пісіп шықты. Енді формадан ажыратып аламыз. Одан кейін кесіп, тарелкаға саламыз. Жанына міндетті түрде сливочный балмұздақ қоямыз. Екеуінің дәмі өте керемет үйлесім береді. Осымен біздің брауниміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді әрі тез дайын болады. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеле кетіңіз.